1979 жылы Ауған мемлекетінің басшылығының сұрауымен КСРО билігі Ауғанстанға өз әскерін енгізді. Онысын бауырлас халыққа көмектеп қарастырды. Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деді. Осылайша 1979 жылы 27 желтоқсанында КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасына өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. ақш тарапы болса жергілікті билікке қарсы саяси күштерді қолдап, қаруландырып отырды. 10 жылға созылған бұл соғысқа КСРО мемлекетінің әскері қатарында болған талай жас жігіттер қатысты. Көптеген жас өмірлер қыршыннан қиылды. Олар интернационалдық борышымызды орындауға бардық деп сенді. Жан аямай соғысты. Талай рет өліммен бетпе-бет кездесті. От пен оқтың арасында көзсіз ерліктер жасады. Ауған соғысына Қазақстаннан 22 мың адам қатысып, олардың 761 ұрыс даласында қаза тапты. 21 адам хабар ошарсыз кетті. Түрлі жарақат алған ардагер саны күн санап азайып барады. Ауған соғысының аптабында асылған бүгінгі ардагерлер жастардың арасында жиі болып отаншылық тәрбиесіне белсенді араласуда. Алдарыңызда 10-шы А сынып оқушылары дайындаған көрініс. жыл. Кеңес әскері Ауғанстанға жіберілді. Мыңдаған қазақ баласы беймәлім соғысқа аттанды. Солардың бірі анасының жалғыз сүйеніші, жалғыз ұлы еді. Анашым, уайымдамаңыз. Бұл әр ер азаматтың борышы. Көп ұзамай келемін. Өз-өзіңізге абай болыңыз. Құлыным ау, алысқа бара жатырсың. Аман-есен оралсаң екен. Жолың болсын. Жолың болсын. Жақсы барып, еміне аман-есен болыңыз. Анашым, уайымдамаңыз. Көп ұзамай ораламын. Сіз өз-өзіңізге абай болсаңыз болды. Жігіт болып оралады әлі. Тілегім солай болсын. Жүр, ойынше шай ішіп келейін. Бұл бір ғана отбасының тағдыры емес. Бұл соғыс жылдарында ұлынан айырған мыңдаған ананың ұртақсары, ортақ үміті. Жалғызы майданға аттандырған бір ананың жүрегіндегі тарих. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Тартып қатал, бірақ үйретіп қалдым. Күндер тез өтіп жатыр. Сіздерді қатты сағындым. Әсіресе үйде жолы. Айтып шақырғанымда алысқа сағым болып жоқ болды. Жоқ, бұл жай ғана түс қой, менің ұлым тірі, мен оған сенімдімін. Ана жүрегі сезеді ғой. Менің ұлым тірі. Мен оған сенімдімін. Сүйінші, менің ұлымнан хат келді дейді. Сіздерге дені сау, қызметін жақсы атқарып жүр дейді. Жақсы болған екен.
Сенің ұлыңнан хат келді ме? Анаға баласының амандығынан артық бақыт бар ма? Менің ұлымда осындай хаттары мен суреттері бар. Қарашы. Біздің ұлымыз әскерде өз борышын өтеп жүр екен. Дін аман сау. Бірақ білесің бе, соңғы хатын келгеніне көп уақыт өтті. Әскерді қиын ғой, уақыты болмай жүрген шығар. Тіпті бұл хаты қағазы тозып, бояуы өшіп барады. Құлыным сол. Тірі болса екен, қайда жүр екен құлыным? Әскер қиын ғой, мүмкін уақыты болмай жатқан шығар, я. Құлыным-ай, сағындым. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сізге хат келді. Қандай хат? Менің ұлымнан хат бар. Мен білдім ғой, менің ұлым тірі. Айттым ғой, ана жүрек сезеді, біледі.